Сәлем достар, бүгін біз сіздермен асқабақтың сорпасын дайындайтын боламыз. Бізге мына экранда көрсетілген заттар керек болады. Қазанға май құямыз, одан кейін сары майды саламыз. Пиязды салып, жақсылап қып-қызыл болғанша қуырамыз. Чеснок саламыз. Оны да жақсылап қуырамыз. Одан кейін асқабақты салып қуырамыз. Одан кейін картошканы саламыз. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Бәрін жақсылап қуырып, 1 литрдей су құямыз. Өзіңіз қалауыңыз бойынша тұз саласыз. Суды құйып, 30-40 минут жақсылап барлық зат піскенше қайнатамыз. Осылай артық суын құйып алып, жақсылап езетін құралмен еземіз. Менде погружной блендер бұзылып қалғандықтан осылай езуге тура келді. Сіздерде погружной блендер болса, сомен езесіздер. Ондай құрал болмаса, барлық затты майдалап, турап пісіресіздер. Егер езілген пюреңіз қою болып кеткен жағдайда, жаңа құйып алған сорпадан араластырасыз. Сливкиімізді құямыз. Мінекей достар, асқабақтың сорпасы дайын. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпайық.